Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін бір жасағына шығатын идеальный сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Жақындаңыздар. Алдымен ұнға қопсытқыш және бөлме температурасындағы 82% сары майды қосып, жақсылап осылай крошка қылып илеп алатын боламыз. Сосын бөлек ыдысқа жұмыртқа және қантымызды салып, қант ерігенше араластырып, екі массаны біріктіріп, қолға жабыспайтын керемет қамыр илейтін боламыз. Қыздар, артық зат қосудың қажеті жоқ. Негізгі оригинал құрамы осы. Дәл осы құраммен қамыр илеп, үстіне начинка ретінде Орео, карамель немесе восточный пирогтардың начинкасын жасасаңыздар, сіздерде микс пирог пайда болады. Қамырды илеп тоңазытқышқа салдым. Ол дайын болам дегенше начинкасын жасаймын. Қаймақ, қант, кукурузный крахмал және жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Енді қамырымызды шығарып, менде осында 26 диаметрлі таба жақсылап біркелкі қылып жайып алатын боламыз. Жайылған қамырдың үстіне осылай вилканың жәрдемімен басып шығамыз. Сосын дайын болған начинканы үстіне құйып, бортиктердің бәрін реттестіріп, бір-екі рет сілкіп ұрып жіберіңіздер. Алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Бұл пирогтың піскенін біз қалай білеміз деген сұрақ пайда болады. Яғни бортиктері кішкене қызарып пісетін болса, піскен деген сөз. Және толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана осы ыдыстан алатын боламыз. Сосын 1 сағаттай қойып кейін кесетін болсаңыздар, ровно әдемі кесілетін болады осы сметаниктеріңіз. Ыстық күйінде табасынан мүлде алмаңыздар, сонымен қатар ыстық күйінде мүлде кеспеңіздер қыздар. Менде әдемі болып шықты сметаник пирогым. Міндетті түрде жасаңыздар. YouTube'дан Мадинадан рецепт деп жазып, менімен бірге менің YouTube каналымды дамытуға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Менімен бірге тегін мастер-класс, онлайн мастер-класс, пирогтар, торттар, кез келген тағам түрлерінің барлығын менің YouTube каналымнан тауып, отбасыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Каналымнан кірсең шыға алмай қаласың. Сол үшін каналыма дәл қазір кіріп, тіркеліп алуды ұмытпа.